Сіз күн сайын қанша қоқыс тастайтыныңыз туралы ойландыңыз ба? Жоқ болса, мысалды қарастырайық. Бұл Мадина. Оның таны бір кесе кофе мен бананды талғажау етуден басталады. Жұмыс барысында ол түрлі жазбалар жазып, қағаздарды басып шығарады. Құжатта қате кетсе, қайдадан басып шығару керек. Ал қажетсіз болып қалған қағазды қалдыққа жібереміз. Мадина қойын дәптерге жазбалар жазып жатқанда қалам жазбай қалды. Ол да қоқыс жәшігіне кетті. Ұялы телефонына жанат сатып алған екен, ал ескісі қоқысқа айналды. Содан кейін түскі және кешкі асын ішіп алды. Міне, бір күнде Мадина 1 килограмм қоқыс қалдырды. Ал статистикаға сәйкес еліміздің әр тұрғыны жылына 400 келіге жуық қоқыс шығарады екен. Экономиканың өсуі және Қазақстанда жалғасып жатқан урбанизация қатты тұрмыстық қалдықтардың жыл сайын ұлғаюының себебі болды. Бүгінгі таңда бұл елдегі ең өткір экологиялық проблемалардың бірі. Қазақстанда жыл сайын 4,5 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдық жиналады. Оның тек 1 тоннасы ғана сұрыпталып қайта өңделеді. Ресми статистика осы, дейді экология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілі. Жылына 4,5 миллион тонна қалдық қалыптасса, оның 23% шамамен 1 миллион тоннасы ол сұрыптау желілерінен өтеді. Яғни біз экологиялық кодексте норма қарастырғанбыз, қалдықтарды көмудің алдында сұрыптаудан міндетті түрде өту керек. Яғни осындай көлем сұрыпталады, одан қайталама шикізат алынады. Осындай қалдықтарды қайта өңдеу зауыттарының бірі елордалық кешен. Ол 2012 жылы ашылып, қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптаумен және қайта өңдеумен айналысады. Жобалық өңдеу қуаты жылына 250 мың тоннаны құрайды. Қала аумағында жиналған барлық қалдықтар қайталама шикізатқа айналады. Олар эквабат, пленкалар, плекс, түйіршіктелген полиэтилен үлпектері және тағы да басқалары. Пайдалы өнімдерден басқа зауыт атмосфераға парниктік газдардың таралуын және қалдықтарды көму көлемін 5-6 есеге азайтады. Егер қоқыс өңдеу зауыты болмаса, мұндағы бар қалдықтар полигондар мен жер астына кетер еді. Біз сұрыптау процесін өз қуатымызға қарай жүргіземіз. Нәтижесінде полигондардағы қатты қалдықтар мөлшері төмендеп, геотекстильдердің төселгеніне байланысты жер асты суларына зиян келмейді. Елорда үшін зауыттың әлеуметтік экономикалық маңызы зор. Өйткені мұнда 350-ден астам адам жұмыс істейді. Кәсіпорынға жеңіл болу үшін қоқысты үйден шығарар алдында оны сұрыптаған абзал. Бұл туралы тұрғындардың өздерінен сұраған едік. Жоқ, бәрін бір неге тастаймыз біз. Ну, иногда делаю. Например, я пустые баклажки сдаю. Есть специальный аппарат у нас в Ханшатыре, например, я туда сдаю. Но у нас пока на юге такого нет. Сортировка мусора, если честно, нет. Потому что там только одинаковые урны стоят возле дома. И получается все вместе выбрасываем. Белгілі болғандай, қазақстандықтар қоқысты сұрыптауға бастарын қатырғысы келмей. Бірақ біз 6 жыл бойы қоқысты саналы түрде сұрыптап, тіпті қалдықтарды кіріске айналдыруды үйренген астаналық экобелсенді Мәриямды тауып алдық. Мұның бәрі қарапайым эко-әдеттерден басталды. Біз 2018 жылы ауламыздағы қоқыс алаңында сары жасыл контейнерлер тұрғанын байқадық. Содан кейін мен бұл жай жасалмағанын аңғарып іске көштім. Ғаламтор беттеріндегі ақпаратты қарап, сары контейнерлер қайта өңдеуге арналған қалдықтар үшін тұрғанын білдім. Ал жасыл контейнерлер қайта өңдеуге арналмаған қалдықтар үшін арналғанын түсіндім. Кейін мен үйде тұрмыстық қалдықтарды сұрыптайтын жүйе енгізіп, оған менің барлық отбасым кірісіп кетті. Сөйтіп біз қоқысты сұрыптап, арнайы пункттерге өткізе бастадық. Астананың оң жағалауында бұндай пункттер көп, алайда сол жағалауда да инфрақұрылым қарастырылған. Пластик және алюмин бөтелкелерін арнайы фандоматтарға тапсырып, кэшбэк алуға болады. Мариям халықтың қоқысты сұрыптау мәдениетін қалыптастыру үшін тәрбиеге ден қойып, оқу-ағарту жұмыстарын балабақшадан бастау керектігін айтады. Барлығы отбасыдағы тәрбиеден басталады және бұл істі кішкентай кезден бастаған дұрыс. Сонымен қатар экологиялық білім беру бағдарламалары балабақша кезінен басталып, мектепте жалғасын табуы тиіс. Ал университет қабырғаларында алынбаған білім адам бойында бекітілу керек. Тіпті ересектерге де бұл дағдыларды түрлі экологиялық шаралар арқылы насихаттау керек. Ол түрлі тимбилдингтер мен эко-шаралар, жалпы экологиялық шаралар өткізіліп қана қоймай, экологиялық оқу-ағарту жұмыстары жүргізілсе, халықтың санасы өзгереді деп ойлаймын. Қазақстан қалдықтарды қайта өңдеу бойынша әлемдік елдер рейтингінің 175 қатарына орналасты.
Дегенмен тым баяу болса да өңдеу механизмі іске қосылғанын атап өткен жөн. Соңғы жылдары көптеген елдің үкіметтерінің белсенділігі артты. Экологияны жақсарту, жасыл экономикаға көшу және көмірсутегі бейтараптығына қол жеткізу үшін батыл шешімдер қабылданып жатыр. Ұрпағымыздың дені сау болып, ауасы таза елде өмір сүргіміз келсе және мемлекетімізді бүкіл әлем мойындағанын қаласақ, біз олардан үлгі алуымыз керек. Дәл осы сөзді мемлекет басшысы экологиялық және су қауіпсіздігі мәселелері қаралған қауіпсіздік кеңесінің отырысында мәлімдеді. Биылғы жылы елімізде қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу үшін жалпы қуаты жылына 1,2 миллион тоннадан асатын 37 жаңа зауыт салу және жұмыс істеп тұрған 8 зауытты жаңғырту жоспарлануда. Бұл өңдеу көлемін жылына 1,4 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді, дейді экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілі. Бұл жерде айтып кету қажет. Бұл механизм қабылданды, жұмыс жасап тұр. Яғни бұл жерде инвесторлардың өзінің төлем қабілеттілігін көрсету арқылы өнеркәсіпті дамыту қорларына өзінің құжаттарын тапсырса, біз министрлік экологиялық тарап жағынан жергілікті атқарушы органдар ол өңірге бұл жобаның керектігі жағынан өзіндік қорытындысын беру арқылы жобалар жүзеге асырылады. Сол сияқты жалпы президенттің тапсырмасы бойынша 2026 жылдың соңына таман біздер осы кәсіпорындар іске қосуымыз қажет. Біріншіден жаңағы инвестордың құжаттардың дайындалуына байланысты, бірақ біздер әкімдіктер тиісті әрбір жоба бойынша жол карталарын әзірлеп, олардың әрқайсысын сүйемелдеу бойынша жұмысты да атқарып жатыр. Өйткені бұл инвесторлар біріншіден елімізге, екіншіден жаңағы экологиямызға қажет. Яғни біз бұл жобаларға өзіміздің қызығушылығымызды танытып. Қоқысты жинау және оны қайта өңдеу бұл мемлекеттің міндеті ғана емес, сонымен бірге әр азаматтың қоғамдық жауапкершілігі. Қазірде қазақстандықтар экологиялық бастамаларға белсене араласып, өз елінің тазалығы мен сұлулығын сақтауға көмектесіп жатыр. Еліміздегі алапат су тасқынынан кейін миллиондаған адам Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясына қосылды. Елордада мемлекет басшысы, еріктілер, жастар ұйымдарының басшылары, креативті индустрия және ғылыми қоғам өкілдерімен бірге ауқымды ағаш отырғызу жұмыстарымен тазалық шаралары жүргізілді. Жасыл аймақ апталығы аясында бүкіл елде 300 мыңнан астам көшет отырғызылды. Сондай-ақ 500-ден астам саябақтар абаттандырылды. Бұл бастама жалғасын тауып, Қазақстан жасыл экономика саласында жетекші орынға ие болады деп үміттенеміз.